Ассалаумағалейкум баршаға, қайырлы күн. Бүгін Алланың қалауымен көлік жөндеу жөнінде видео түсіретін боламыз. Соның ішінде ГАЗ-53 жүк көлігі. Бізде бір дыбыс шықты, тықылдаған. Біз коробка деп түсірбедік. Коробканы түсіріп оталдырғанда да бәрібір тықылдаған дауыс шығып тұр. Енді соны моторды да бұрыннан ашып бір капремонт жасау керек болып жүреді. Соңында сәт түсті ме, бүгін Алланың қалауымен сол моторды ашып отырып, моторды ашу үшін бірінші алдыңғы бөлігін облицовкасын түсіріп алдық. Оны түсіру ондай қиын ештеңе жоқ. 3 болт жанында кабинге бекітілген. Сол жағында да солай, оң жағында да солай. Сосын ортада ұзын нәтижесінде тягма соны ағытып тастадық. Сосын астында радиатордың астында мынада креплениесі бар, соны ағыттық. Болды, көтеріп түсіріп алдық. Енді моторды жайлап бұйырса шашамыз. Арқадай претензиясын анықтаймыз, қайдан шығып тұрғанын. Тағы да видеолар саламын қазір бұйырса. Осы